Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен плюшкидің, яғни тәтті тоқаштардың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Лайк басып, пікір қалдырып, және құрбыларыңызбен бөлісіп қоюларыңызға болады. Ал енді бастаймыз. Алдымен плюшкиімізге керекті азық-түліктерімізді дайындап аламыз. Бөлек ыдысымызға микроволновкаға еріген сары майымызды құямыз және 2 жұмыртқаны жарып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Келесі үстіне жылы сүтімізді және дайындап алған жылы суымызды құямыз. Құрғақ ашытқымызды саламыз және жақсылап араластырамыз. Ванильный сахарымызды саламыз және тұзымызды қосамыз. Келесіде қантымызды қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Електен өткізіп алған ұнымызды аз-аздан салып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Илеп алған қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін астына аздап ұн сеуіп, қамырымызды түсіріп аламыз. Дәл видеодағыдай қамырды 2 бөлікке бөліп аламыз. Содан кейін әр бөлігін бірдей етіп 6 бөлікке бөліп шығамыз. Сонда бізде 12 плюшки шығатын болады. Енді осы қамырымызды оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып аламыз. Бетіне сұйық май жағамыз. Оның үстіне 1 қасық қантты сеуіп шығамыз. Енді осы видеода көрсетілгендей орап, пышақпен кесіп, жүрекшенің формасын шығарамыз. Жасап алған тоқаштарымызды противенге тізіп, бетін жауып 5-6 минутқа қоя тұрамыз. Енді кесеге 1 жұмыртқаны жарып, үстіне 1 қасық сүт құйып, араластырып, тоқаштың бетіне жағуға дайындап аламыз. 5-6 минут өткеннен кейін тоқаштарымыз осылай аздап көтеріледі. Енді бетіне жұмыртқаны жағып шығамыз. Тағы да аздап қант сеуіп шықсаңыздар болады. Духовкада 180 градуста 30-35 минутқа пісіруге жібереміз. Міне осылай әдемі болып тоқаштарымыз пісіп шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Шаймен ішкенге өте жақсы, жұп-жұмсақ, дәмді, тәтті болып шығады. Ас болсын.